Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, эфирде Заң КЗ хабарының кезекті саны. Біз бүгінгі хабарымызда әкімшілік рәсімдік процестік кодекс туралы айтатын боламыз. Хабарымыздың бүгінгі қонағы Ақтөбе қалалық сотының судьясы Оралбай Гаухар Сүндетбайқызы. Гаухар Сүндетбайқызы, сәлеметсіз бе? Жоғарыда айтып өткеніміздей, ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап жаңа Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік процестік кодексі қолданысқа енгізілетін болады. Аталмыш кодекс қандай дауларды реттейтін болады? Осыған тоқталыңызшы. 1 шілдеден бастап ағымдағы жылдың әкімшілік рәсімдік процестік кодекс қолданысқа енеді. Бұл кодекс бізде жариялы құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды реттейді. Яғни бір тарап Қазақстан Республикасының азаматы болса, жеке және заңды тұлға, екінші тарап бұл мемлекеттік органдар немесе лауазымды тұлғалар арасында туындайтын дауларды реттейтін кодекс болып табылады. Жалпы бұл кодекс жүзеге енгізілгеннен кейін бұл қарапайым азаматқа ма, әлде мемлекеттік орган үшін тиімді ме деген сұрақ туындайды? Негізінде осы кодексті енгізгеннен бастап, қазіргі таңда бізде әкімшілік әділет деген ұғым пайда болды. Ол әкімшілік әділет деген ұғым бізде атқарушы органды бақылауға алу, яғни жоғары тұрған органмен немесе сотпен осы билікті бақылауға алу болып табылады. Және де бұл кодекстің ең басты жаңа жобасы 2008 жылы бастап жазылды. Алайда енді ғана 2021 жылы елбасымыз қол қойып күшіне еніп отыр. Бұның басты мақсаты қазіргі таңда бізде азаматтар мен мемлекеттік органдар арасында туындаған дауларды азаматтық істерді қарайтын соттарда қараса, яғни онда бізде азаматтық істерді қарайтын соттарда бізде тараптардың тең құқықтығы бар. Тараптар тең құқылы. Яғни ешқандай тарапқа біз қандай да бір жаңағы мүмкіндік көпшілік бермейміз. Ал мына жаңа кодекс енгізілгеннен бастап, егер мысалы азамат мемлекеттік органның актісіне, әкімшілік актісіне жаңағы сенім даулайтын болса, онда сол органның жаңағы кінәлік принципі енгізіледі. Яғни сол мемлекеттік орган өзінің актісінің заңды екендігін, оның құзыреттілігі шегінде қабылданғандығы туралы ол дәлелдеуі керек. Яғни бір сөзбен айтқанда, бұл кодекс азаматтардың құқықтарын сотта жаңа қорғау үшін. Яғни судьялардың жаңағы активный роль дейді, сол азаматтарға көмектесу үшін басқа дәлелдемелерді өз бастамасымен жаңа сұрата алады. Өйткені себебі, мен бұл сауалды қойып отырған себебім, азаматтарға, мемлекеттік органдарға талап арыз шағым беру өте қиын. Ол жерде мықты заңгерлер отырады, солай ғой. Арнайы құжаттарды алуда, оны сұратуда қиынға соғады. Сонда бұл процесте қарапайым азамат үшін тиімді болмақ бұл кодекс. Өте жақсы. Жалпы мұндай мысалдар келтіре аласыз ба азаматтық мемлекеттік органдар мен осы азаматтардың арасындағы процестерге? Қандай жағдайларды болуы мүмкін мысалы? Қазіргі таңда мысалы бізде енді азаматтық істерді қарауда кезінде қаралатын істер, ол көбіне азаматтар мысалы жер алу туралы жергілікті атқарушы органдарға, яғни әкімшілікке жүгінеді. Ал егер әкімшілік ол жаңа коллегиальный қараған кезде сол азаматтың арызын қанағаттандырмауы мүмкін. Мысалы, жер беруден бас тартуы мүмкін. Сол кезде ол азамат өзі жаңағы актімен келіспеген кезде әкімнің қаулысымен ол сол қаулыны даулай алады. Ол даулап сотқа келеді. Ал мына кодекс енгізілгеннен бастап ол бірінші жаңағы сотқа дейінгі тәртіп белгіленген. Яғни, мысалы, қалалық әкім шығарған болса, сол актіні ол арызданушы сол облыстық әкімге өзінің шағымын жазалады. Яғни, мына актімен мен келіспеймін деп. Сонда жоғары тұрған әкім, мысалы, сол қалалық әкімнің жаңағы актісін тексере алады. Ал қазіргі таңда ондай құқық берілмеген. Мысалы, жоғары тұрған орган мен төменгі тұрған органды бақылау ол қолданыста жоқ. Ал осы жаңа кодекспен бізде сотта, жаңа жоғарғы тұрған органда
сол актінің заңдылығын тексере алады. Және тағы бір айта кететін маңызды жайт, ол сол актіні шығарған кезде актінің өзі мәтінінде қандай дәлелдерге сүйене отыра сол актіні қабылданған туралы негіздеме жазу керек. Қазіргі таңда мысалы қаулыларды қарасақ, ол тек қана арыз жүгінді, осындай арызбен мынандай шешім қабылданады деп жазылады. Ал әрі қарай белгісіз болып қалады. Негізгі себебі, не себепті жаңа бас тартты, болмаса ол қанағаттандырды, ол негіздемесі жоқ. Ал мына жаңа заң қолданысқа енгізгеннен бастап сол дәлелдемелерді енгізеді. Жаңа даулау туындаған кезде, сотқа келген кезде, сол өзі актіде көрсеткен дәлелдемелерге ғана сүйене алады. Одан тыс дәлелдемелер келтіре алмайды. Өте керемет. Жалпы бұл процесс кодекс жүзеге асатын болса, сот жүйесіне де жеңілдік әкелетін сияқты, иә, сол жүйесіне де жеңілдік әкеледі. Себебі қазіргі таңда бізде жаңағы жоғары тұрған органға шағымдану деген, мысалы, енді жаңа кодекспен міндеттелген болса, қазіргі таңда өздерінің құқы арызданушы. Арызданушы енді, мысалы, әкімге жүгінген кезде әкім бас тартса, ол бірден сотқа жүгінеді. Себебі жоғары тұрған әкімде сондай шешім қабылдауы мүмкін деп ойлайды. Ал жаңа кодекс бойынша ол міндеттеледі. Мысалы, шағым түскеннен кейін 3 күн ішінде сол актіні қабылдаған орган жаңағы арызданушымен келісімге келуге құқысы бар. Яғни медиативтік, болмаса партисипативтік келісім шығаруға. Сонымен қатар, егер де өзінің актісі заңсыз екенін білсе, оны жаңағы бұзып, қайтадан жаңа акті жасауға да олардың құқықтары бар. Мұның барлығы 3 күннің ішінде жүзеге асу керек. 3 күн ішінде жүзеге асырылу керек. Ал егер де ол жаңа орган өзінің актісі заңды деп санаса, онда сол шағыммен қоса әкімшілік материал жасақталады. Яғни ол не себепті осындай акт шығарғандығы туралы мәліметтер жинап, сол әкімшілік істі шағыммен бірге жоғары тұрған органға жібереді. Жоғары тұрған орган 15 жұмыс күн ішінде сол шағымды қарайды. Болмаса жаңағы актіні заңсыз деп танады, болмаса заңды деп есептесе, ол кезде жаңағы арыз берушіге хабарланады. Арыз беруші сол жаңа жауапты алған күннен бастап сотқа жүгіне алады. Бір ай ішінде сотқа жүгінеді. Сотқа жүгінген кезде бізде қазіргі таңда арыз түскеннен кейін 5 жұмыс күн ішінде біз ол арызды қабылдаймыз, немесе қабылдаудан бас тартамыз. Болмаса, егер қандай да бір жаңағы кедергі келтіретін жағдайлар болса, қабылдауға біз онда қайтарамыз. Жаңағы осындай жағдайларды дұрыстау қажет деп. Ал мына жаңа кодекске сәйкес арыз түскен күннен бастап, сол күннен бастап арыз тіркелді ме, ол уже соттың іс жүргізуіне қабылданған болып есептеледі. Яғни қабылдаудан бас тарту, қайтару деген қазіргі таңда жоқ болады. Тек қана біз сол азаматтық түскен арызды қараймыз. 1 шілдеден бастап бұл кодекс енгізілетін болса, азаматтардың мемлекеттік органдарға деген талап арызы көбейіп кетеді деп ойламайсыз ба? Өйткені олар үшін тиімді, қарапайым азаматтар үшін. Көбейіп кетеді деп ойламаймын, себебі қазіргі таңда бізде атқарушылық органда. Бұған дейін дәлелдеу қиындырақ болды ғой, шынын айту керек. Бұған дейін қазір біраз нәрсе жеңілдеп отыр, солай ғой, 1 шілдеден бастап. Бұған дейін енді жоғары тұрған органдарға арызданушылардың саны көбеюі мүмкін. Себебі қазіргі таңда тек бірінші ғана инстанциясына, мысалы әкімшілік қалалық әкімге жүгінгеннен кейін ол облыстық әкімге жүгінбей, сразу сотқа жүгінеді бірден. Ал енді ол жоғары тұрған органдарға жүгінеді. Ол арыз көбейгеннен бұрын, менің ойымша, сол арызданушының тез арада қанағаттандыратын процесс көбейетін сияқты. Тез арада соның жаңағы өзінің шешімін табуға үлес қосады деп ойлаймын осы кодекс. Бұл мемлекеттік органдарға бір жаңа жауапкершілік жүктеп отыр. Мына кодексте сол мемлекеттік органдардың ішкі рәсімдері, сонымен қатар әкімшілік рәсім деген жаңа бөлімдер бар, тараулар. Ол тараулар бойынша мемлекеттік мекемелер жаңа бағытта жұмыс жасайды.
еститін мемлекет, яғни халыққа бұрынғыдан жақын болады. Иә. Енді жариялы құқықтық қатынастардан туындайтын даулар қазіргі таңда қалай реттеліп жатыр деген сұрақ туындайды. Қазіргі таңда бізде енді азаматтық істерді қарайтын соттарда қаралады. Арызданушы жаңағы сотқа жүгініп, ол бойынша біз шешім шығарамыз. Қазіргі таңда біз мысалы тараптар арасында татуластыру рәсімін жүргізе алмаймыз. Бұл біріншіден. Сонымен қатар екіншіден ерекшелігі ол жаңағы жоғары тұрған органға жүгінбейді. Ол өзінің құқығы. Сонымен қатар үшіншіден бұл сот шығынын азайтады. Себебі ол жоғары тұрған органға шағым жазған кезде ол мемлекеттік баж салығын төлемейді. Ал сотқа жүгінген кезде арызданушылар олар мемлекеттік баж салығын төлейді. Сондықтан сот шығыны азаяды. Сонымен қатар төртінші, қазіргі таңда мысалы біз сот шешімін шығарып, сот шешімінің орындалуын сот орындаушыларға жолдаймыз. Яғни бізде сот шешімінің орындалуын қадағалай алмаймыз. Ондай бізде қазіргі таңда құзырет жоқ. Мына жаңа кодекске сәйкес бізде сот шешімін шығарған сәттен бастап жауапкер сот шешімін орындауға міндетті. Яғни орындамаған жағдайда біз ақшалай денежное взыскание дейді, ақшалай өндіре аламыз. Ол мысалы ең бірінші 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 10 күн немесе 1 ай сот шешімде көрсетілген мерзімде орындалмаса, онда біз сот ұйғарымын шығарамыз 50 айлық есептік көрсеткіште жауапкерден өндіру туралы. Жауапкер ол ұйғарыммен келіспеген жағдайда шағымдана алады. Бірақ та алайда ол ең бірінші сол жаңағы көрсетілген сумманы мөлшерді 50 айлық есептік көрсеткішті төлеу керек, тиіс. Тек содан кейін ғана барып шағымдала алады. Ал егер ол 50 айлық есепті көрсеткіште жаңағы ақшалай бергеннің өзінде орындамаса, одан кейін тағы да 10 айлық есепті көрсеткіште, барлығы 100 айлық есепті көрсеткіште біз сондай ақшалай өндіре аламыз. Ол сот шешімінің орындалуын тездетеді. Қазіргі таңда мысалы жылдап орындамайтын болса, ал мына жаңа кодекске сәйкес енді жауапкер өзінің мүддесі үшін тезірек орындайды. Өйткені екі есе қылып қайтарады мұны орындамаған жағдайда, солай ғой. Сонымен қатар тағы бір айта кететін жайт, ол жауапкер мысалы мемлекеттік орган болса, біз мемлекеттік органға жаңағы ақшалай өндіре аламыз. Болмаса, сол нақты орындайтын жаңағы мемлекеттік қызметшіден өндіре аламыз. Ал егер де сол мемлекеттік қызметшіден өндірсек, оның әрине енді жалақысы өндіріледі, сол себепті ол тезірек орындайтын болады. Ал енді осы жаңа кодекстің азаматтық процестік кодексте ерекшелігі қандай? Азаматтық процестік кодекстің ерекшелігі бұл біріншіден айта кететін болсақ, мына істі қарау мерзімі. Ол мерзім мысалы бізде ақылға сыйымды мерзім деп көрсетілген. Бұл қылмыстық процестік кодексте бар, ал азаматтық процестік кодексте бұл бізде белгіленбеген. Бірақ та алайда сол ақылға қонымдылық мерзімді 3 ай мерзім есебінде көрсеткен. Егер де іс қиын болатын болса, болмаса, тараптар жаңағы мінез құлықтары қиын болған жағдайда 3 ай мерзімде қарай аламыз. Ал егер одан да іс қиын күрделі болып жатса, біз 6 ай көлемінде істі қарай аламыз. Бірақ та жаңағы 10 ай мөлшер, 10 ай жұмыс күні есебінде қарайтын істер де бар, ерекше істер бар. Қандай істер болуы мүмкін? Ұзақ процесске өтіп кетеді. Ұзақ процесске өтіп кететін, ол күрделі. Мысалы, жаңағы сол жерге қатысты даулар болса, кеден, таможня дейді, салық даулары болса, ол кезде біз мысалы сараптама тағайындауымыз мүмкін, болмаса басқа бір іске қатысты істі тоқтатып қоюымыз мүмкін, бір маманға қандай да бір әрекет жасауды жүктеуіміз мүмкін. Сол себепті істің қаралуы күрделеніп кетеді. Сонымен қатар тағы бір ерекшелік бұл прокурордың іске қатысуына байланысты. Мысалда қазіргі таңда мемлекеттің мүддесіне қатысты іс болса, барлық істерге прокурорлар қатысады, азаматтық істерде. Ал мына жаңа кодекс бойынша тек кеден, салық, белгілі бір істерге қатысты ғана прокурорлар қатысады. Барлық істерге мемлекетке қатысты болса да, барлық істер бойынша прокурорлар қатыса алмайды.
қажеттілігі жоқ дейсіз ғой? Қажеттілігі жоқ. Енді аталмыш жаңа кодекс 1 шілдеден бастап енгізілетін болса, бұл жалпы Қазақстан Республикасының азаматтарына қандай пайда әкеледі? Жалпы жаңа сот жүйесі, жаңа реформа мұның түбінде көздегені қарапайым азаматтарға тиімді жағдайын ойлау ғой, басты принцип. Ең басты мақсат бұл Қазақстан Республикасының азаматтарының сол жаңа шағымдарын, арыздарын есту. Мемлекеттік органдардың енді бақылауға алу, сотпен бақылауға алу. Егер де қазіргі таңда біз бақылауға ала алмайтын болсақ, біз тек қана істің көлемінде қарап, сол шешім шығаратын болсақ, ал енді мына кодекс бізге сол мемлекеттік биліктің жаңа бақылауға алуға құқық беріп отыр. Бұл басты. Және де азаматтарды, енді сол мемлекеттік қызметшілер, мемлекеттік органдарды жаңағы шағымын есту мақсатында жасалып отыр. Өткен жылдың 5 айымен салыстырғанда азаматтық істер біздің өңірімізде көбейді ме, азайды ма? Қазіргі таңда осы 2021 жылы жариялық құқықтық қатынастардан туындайтын даулар көбейіп отыр. Қандай даулар негізінен? Оның ішінде мына жеке сот орындаушылардың әрекетіне шағымдану өте көп. Не себепті? Не себепті дегенде, қазіргі таңда өзіміз білеміз, мына COVID-19 бар да, көп адамдар жұмыссыз қалып отыр. Болмаса, енді шектеулер бар өте көп. Сол себепті азаматтардың жағдайлары нашарлаған, олар жаңағы сот шешімдерін уақытылы орындай алмайды. Сол себепті қазіргі таңда енді сотқа шағым берсе, біз атқару өндірісін сұратып алсақ, ол атқару өндірісіні тоқтатыла тұрады. Сот шешімі күшіне енгенше, болмаса сотта сол атқару өндірісі болған уақытта тоқтатылады. Сол себепті мен ойлаймын, сәл де болса осы орындауды тоқтата тұру үшін қазіргі таңда шағымдар беріліп отыр деп. 1 шілдеден бастап енгізілетін әкімшілік рәсімдік процестік кодекс, бұл бір жаңа жүйе енгізілгелі отыр, иә? Азаматтық істерді қарау барысында басқа да қандай жаңа реформалармен жұмыс жасап жатырсыздар соңғы уақытта? Қазіргі таңда бізде татуластыру рәсімі бар. Яғни бұрын арыз түскеннен кейін талап қою арызы 5 жұмыс күн ішінде қабылдайтын болсақ, қазіргі таңда талап қою арыздары бойынша 10 жұмыс күн ішінде қабылдаймыз. Яғни сол талап қою арыздары судья медиаторларға түседі. Олар тараптарды татуластыру үшін 10 жұмыс күн ішінде жұмыс жасайды. Сонымен қатар бізде қазіргі таңда онлайн процесстер өте көп өткізіледі. Азаматтар енді сот залына қатыспай-ақ, осы онлайн түрде өткізу жүйесі қолға алып отыр. Азаматтар тарапынан талап арыздар көбейді ме, азайды ма? Азаматтар тарапынан талап қою арыздары азайды. Себебі? Оның себебі қазіргі таңда осы 2020 жылдың 1 шілдесінен бастап, 26 маусымнан бастап өзгерістер енгізілді. Біраз заңнамаларға, мысалы, бізде қаралатын көптеген істерді нотариусқа берілді, өкілеттілігі. Сонымен қатар басқа да жаңағы сотқа дейінгі, соттан тыс дауды шешу рәсімдері көбейді. Сол себепті бізде қазіргі таңда талап қою арыздарының түсу саны азайды. Даулардың ішінде қандай осы азаматтық істер көп деп айта аламыз бүгінгі таңда? Мысалғы, биылғы жылдың 5 айында көбейіп кетті деп қандай дауларды айта аламыз? Ең бірінші жариялық құқықтық қатынастардан туындайтын даулар, сонымен қатар бізде жаңа ерекше бөлім бар. Жаңа заңдық маңызы бар фактілерді анықтау, болмаса хал актілерде жаңағы дұрыс емес жазылған жазбаларды, соларды дұрыс емес деп мойындау, оларға өзгерістер енгізу туралы қазіргі таңда арыздар өте көп. Сіз жаңа айтып қалдыңыз, жер мәселесі. Бұл қазақ елінде үнемі болған және бола да беретін процестер, кезінде өзіміздің билеріміз шешкен бұл мәселелерді. Дегенмен, қазіргі заманның ағымына сай көбейіп келе жатырған азаматтық істер деп сіз нені айтар едіңіз? Бізде өкінішке орай қазірге сол жер дауына қатысты әлі де көп. Себебі, мысалы, жаңағы көршілердің арасында туындайтын кіріп кету бір-бірінің территориясына. Кіріп кету болмаса, мына забор дейді, орнатса, жаңағы
менің тереземе күн түспей қалды, ол заборды алып тастауды сұраймын дейді. Ол забор енді тұру қажет қой, жаңағы қоршау болу керек үйдің сыртында да. Мысалы, ол енді жер үй болғандықтан қоршау қажет. Енді оны мысалы бейбіт түрде де шешуге болады. Алайда бізде енді білмеймін, принципшіл ма, әлде сол нені қорғанды алып тастау керек па, сондай істер бізде өкінішке орай көп қазіргі таңда. Бұл дұрыс айтасыз, бұл көршімен болған процесті сотқа жібермей-ақ өзінің оң шешімін табуға болады дегенмен бұл жүйе бізде әлі де жүзеге асып отыр. Және хабарымыздың соңында көрермендерімізге не айтасыз? Әрине біздің басты принципіміз жалпы қай жүйеде болсын, азаматтық болсын, әкімшілік болсын, қылмыстық іс болсын, мұның біз азайғандығын қалаймыз, иә? Бұл тұрғыда біз алдын алу шараларында жасап жатырмыз. Дегенмен көрермендерімізге не айтар едіңіз хабардың соңында? Мен енді көрермендерге айтарым, ең бастысы бірден ашуланып, ашуға салып, қандай да бір дау туындаса, ашуға салып, сол осы менікі дұрыс деп, менікін дұрыс жасауым керек деген басты мақсат емес, басты мақсат сол дауды бейбіт жолда шешу. Себебі енді, мысалы, көршілер болса, ол көршілер әрі қарай 10 жыл, 20 жыл бірге тұрады. Олар өздерінің әрекетімен, мысалы, балаларына, олардың немерелеріне ол үлгі етеді. Ал егер ол сотқа жүгіріп жүрсе қайта-қайта да, мысалы, атасы болмаса, ол қандай жаңағы тәрбие береді. Сол себепті басты енді тек қана өзінің жеке басын емес, сол ортаны да ойлау қажет деп ойлаймын. Олай болса, әңгімеңізге рахмет. Құрметті көрермендер, біз бүгінгі хабарымызда әкімшілік рәсімдік процестік кодекс туралы әңгіме өрбіттік. Бүгін студиямызда қонақта болған Ақтөбе қалалық сотының судьясы Оралбай Гаухар Сүндетбайқызы болған еді. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Эфирде жүздескенше сау, саламатта болыңыздар.